Батыс Қазақстан облысы әлемге қызғалдағымен танылып келеді. Ғалымдар қызғалдақтың отаны Қазақстан деп есептейді. Жайқалы өсетін әсем гүлдерді ауыл халқы ерекше мақтан тұтады. Біздің ауылда қызғалдақтың Кауфман және Шренк түрі өседі. Соның бірі біздің өлкенің қызғалдағы Шренк макетін ұсынамын. Шренк қызғалдағы лала гүлдер тұқымдасының қызғалдақ туысына жататын көп жылдық баданалы өсімдіктер туысы. Баданасы жұмыртқа тәрізді, жуандығы 3 см-ге дейін жетеді. Тамыры 5 см. Сағағы жіңішке, биіктігі 30 см. Жапырақтары 3-4 ланцет тәрізді. Жіңішке, сопақша келген, гүлінен сәл ұзын. Гүлдері ірі, ақ, қызыл не сары түсті. Гүлдерінде қара, ақ немесе сарғыш дақтары болады. Дәндерімен көбейеді. Мамырда гүлдеп, маусымда жемісі пісіп жетіледі. Қауашағы доғал пішінді және тасты қиыршықты жерлерде және беткейлерде өседі. Қазақстанның барлық өңірінде өседі. Шренк қызғалдағы әсемдік өсімдік, алқабы жылдан жылға қысқарып келеді. Жырту, егісті жедел игеру салдарынан оның қоры жылдан жылға азаюда. Елімізде қызғалдақтың шамамен 35 түрі өседі, соның 13 түрі қызыл кітапқа енгізілген. Ал Грейк, Кауфман және Шренк қызғалдағы осы Орал өңіріне тән. Қызғалдақтарды қорғау, жауапкершілікпен қарау әр адамның міндеті. Сіздермен бірге болған Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Ақсуат ауылы Сұлтан Ошанов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің өлкетану үйірмесінің жас өркен тобының мүшесі, 8 сынып оқушысы Есеке Жаруна Әлімжанқызы және жетекшім Аясина Айымгүл Ниетқалиевна. Назарларыңызға көп рахмет.